2018 жылдың 30 қазанында Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде педагогикалық білімді модернизациялау деген тақырыпта республикалық конференция өтті. Оған Қазақстан Республикасының білім және ғылым вице-министрі Асхат Аймағамбетов, университеттің оқу ісі жөніндегі проректорлары, педагогикалық колледж директорлары, сонымен қатар Алматы қаласы білім басқармасының басшылары мен орынбасарлары қатысты. Тәжірибелі мамандар заманауи педагогикалық білім беруді жаңарту жолдарын талқылап, өз пікірлерін ортаға салды. Атап айтқанда, Назарбаев зияткерлік мектебінің басқарма төрайымы Күләш Шамшидинова өз баяндамасында мектеп пен жоғары оқу орындарының арасындағы өзара байланыс жайлы сөз қозғады. Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының вице-президенті Алмагүл Мұхамбетханова жаңартылған білім беру мазмұнын трансляциялау, бастауыш және негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына қатысты мәселелерді қозғады. Гүлнар Қожабергенова кәсіби бағытталған білім беруді ендіру жолдарына қатысты өз ұсыныстарын ортаға салды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры Әділет Тойбаев педагогикалық білімді модернизациялаудағы жол картасының индикативті көрсеткіштері деген тақырыпта баяндама оқыды. Конференция қорытындысы бойынша жаңартуға бағытталған нақты іс-шаралар талқыланып, тиімді ұсыныстар қабылданды.